Балаларға укол салған кезде мына қателіктерді жасамаңыз. Балаларға укол салу ересектерге қарағанда қиынға соғады. Себебі олар шприцті көргеннен бастап бірден мазасыздана бастайды. Енді балалардың жамбасына укол салатын кезде олардың жамбасы кіші болады, жамбас сүйектері кіші болады ересектерге салыстырғанда. Сондықтан да біз шприцтің басын міндетті түрде екілікке ауыстыруымыз керек. Ол антибиотик болсын, ол басқа да уколдар болсын, жалпы екілік шприцпен салған дұрыс. Енді жамбасқа укол салған кезде балаларды ата-анасына мықтап ұстау керек екендігін түсіндіруіміз керек. Бірінші, бел аймағынан қатты басады, екінші аяғынан. Қатты басу керек. Ата-аналар иногда баласын аяғандықтан баспай қалады, и соның әсерінен әртүрлі асқынулар болып жатады. Сондықтан да бірінші белінен, аяғынан қатты басып ұстаймыз. Жамбасқа укол салған кезде жамбасын осылай жирамыз, одан кейін барып уколды салатын боламыз. Балаға укол салған кезде өте абай болу керек. Себебі жағдайлар болады, сіз жамбасқа укол салған кезде ол жердің қан шығып жатады, яғни шприціңізден қан көрінеді. Негізінен жамбасқа укол салған кезде шприцте ешқандай да қан байқалмау керек. Егер де сіз қате салып жатсаңыз, немесе бала қолымен сізді түртіп жіберсе, жамбасын көтеріп қалса, онда сіздің укол салуыңыз әлде қайда қиын, әрі қарай асқынуы болуы мүмкін. Сондықтан да балаңыздың сау болғанын қаласаңыз, укол салдыруға апарған кезде балаңызды мықтап ұстаңыздар.